қазір сендерге қима қағаздар таратып беремін. Сендер мозаика құрастырасыңдар. Қанекей, көрейік, ненің суреті шығады екен, қандай сурет шығады екен. Қанекей балалар, болдық па? Жақсы, қазір. Ал, балалар айтыңдаршы, ненің суреті шықты? Күшіктің суреті, дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар балалар. Ал, кімнің күшігі бар? Менің. Күшігім қандай Владик? Қара. Тұра ғой, толық жауап береміз. Менің күшігім қара. Қара. Түсі қара, я? Күшігінің түсі қара. Тағы Индира. Түсі қара. Қара дейді. Жақсы, тағы кімнің күшігі бар? Менің күшігім Түсі қара. қара дейді. Әлбек. Менің күшігімнің түсі қара. Жақсы. Менің күшігімнің түсі ақ. Ақ дейді. Жақсы. Оны қалай атайсың? Күшігіңді қалай атайсың? Владик. Менің күшігімнің аты Жучка. Жақсы. Тағы Индира, сенің күшігіңнің аты? Менің күшігімнің аты Қалай атайсың? Күшігіңді. Қалай атайсың? қара. Қалай атайсың оны? Қалай шақырасың? Жылдан? Индира? Ал, Арзу? Отыра ғой, ұмытып қалдың ба? Отыра ғой. Күшігімнің аты Балкан деді. Жақсы. Әлбек? Менің күшігімнің аты Арес. Арес дейді. Жақсы. Давуд, сенің? Күшігімнің аты Басик. Жақсы. Енді қараңдаршы, күшіктер қандай болады? Ақылды. Ақылды болады. Тағы кішкентай кездерінде қандай болады? Сүйкімді. Сүйкімді болады. Жақсы. Иә, күшіктер өскенде қандай болады? Ақылды. Өскен кезде қандай болады? Күшік дейміз ба? Өскен кезде ит болады, дұрыс айтасың. Ал иттің қандай пайдасы бар? Қорғайды дейді. Жақсы. Олар не істейді иттер? Үй күзетеді, мал күзетеді. Ит адамның досы, солай ма? Жақсы. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақылды күшік. Сабақтың мақсаты тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерді белгілеп, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап бересіздер. Қазір жаңа сөздермен танысайық. Бүгінгі жаңа сөздер қайталап отырамыз. Қарғы бау. Қарғы бау. Ошейник. Құлақ. Ухо. Немесе уши дейміз. Құйрығы. Хвост. Мойын. Шея. Жақсы. Енді қараңдаршы, осы сөздерден сөйлем құрап жіберейікші. Бірінші, қарғы бау сөзінен сөйлем құраймыз. Менің күшігімнің қарғы бау бар. Менің күшігімнің қарғы бау бар. Жақсы. Келесі, құлақ. Менің күшігімнің құлағы бар. Құлағы қара болады. Жақсы. Тағы келесі сөз, құйрығы. Владик. Менің күшігімнің құйрығы бар. Құйрығы бар дейміз ба? Құйрығы қара дейміз. Жақсы. Әлбек. Менің күшігімнің мойны қара. Мойны қара дейді. Менің күшігімнің мойны ақ. Мойны ақ дейді. Яғни күшігің ақ түсті екен, иә? Келесі бізде балалар тыңдалым. Мәтінді жақсылап тыңдаймыз. Құйрығы қара, күшіктің қарғыбауы бар. Қарғыбауы әдемі. Күшігі әлбекпен ойнайды. Олар дос. Жеткілікті ме? Тағы да тыңдаймыз ба? Жеткілікті.
Осы олай болса балалар. Әлібектің күшігі бар. Оның аты Ақтөс. Күшік ақылды. Ақтөстің құлағы, құйрығы қара. Күшіктің қарғыбауы бар. Қарғыбауы әдемі. Күшігі Әлібекпен ойнайды. Олар дос. Жақсы. Есте сақтадық па? Иә. Енді балалар, қазір сұрақты қағып ал әдісі бойынша сұрақтарға жауап бересіздер. Сұраққа толық жақсы жауап берген оқушыға жасыл түсті жұлдызша беріледі, ал жартылай жауап берген оқушыға қызыл түсті жұлдызша беріледі. Ал бірінші сұрақ. Әлібектің күшігі бар. Кімнің күшігі бар? Әлібектің күшігі бар. Жарайсың, жақсы. Мен Екінші сұрақ. боламын. Екінші сұрақ. Ал Владик, екінші сұрақ. Оны қалай атайды? Әлібек оны қалай атайды? Күшігі. Кім жауап береді балалар? Әлібек кім көмектеседі? Толық жауап береміз, Дефне. Әлібек оны қалай атайды? Ақтөс. Ақтөс деп атайды екен. Жақсы. Енді сен қалай жауап бердің? Жартылай жауап бердің. Жақсы. Келесі сұрақ. Күшік қандай? Күшік ақылды. Жарайсың, жақсы. Күшік ақылды. Саған бір жұлдызша. Келесі сұрақ. Ақтөстің құлағы, құйрығы қандай? Ақтөстің құйрығы қара. Құлағы қара. Құйрығы, құлағы қара. Жарайсың. Арзу. Келесі сұрақ. Елif. Күшіктің мойнында несі бар? Күшіктің мойнында несі бар? Арқы бар. Күшік кім көмектеседі Елифке? Арқы бар. Кім көмектеседі? Азат көмектесе ғой. Күшіктің мойнында Қарғыбау бар. қарғыбауы бар екен. Жарайсың. Келесі сұрақ. Қарғыбауы қандай, Индира? Қара. Қарғыбауы қандай? Мәтінді тыңдадық, солай ма? Кім көмектеседі? Қарғыбауы қандай екен? Әдемі. Қарғыбауы әдемі. Бұл жерде тағы да кім жауап берді? Азат жауап берді. Азатқа тағы бір жұлдызша беріледі. Келесі соңғы сұрақ. Күшік пен Әлібек не істейді? Айта ғой, Әлібек. Күшік пен Әлібек ойнайды. Жарайсың. Тағы да бір жұлдызша. Жарайсыңдар балалар. Сонымен балалар, қазір біздер келесі тапсырма сәйкестендіру әдісі бойынша берілген сөздерді сәйкестендіріп, сөз тіркесін құрайсыңдар. Бұл жеке жұмыс. Қазір мен таңшалды берілген. Тірке. Балма мен істейінші. Қазір бәріне берем балалар. Балалар, бұл жерде сөздерді сәйкестендіресіңдер. Дұрыс сәйкестендіріп, сөз тіркесін құрайсыңдар. Қазір. Қаны біткен оқушы бар ма балалар? Қанеки, Арзу, болдың ба, оқып берші. Әлбектің күшігі. Аха. Әлбектің күшігі. Аха. Құйрығы қара. Аха. Дұрыс.
түсті дұрыс па балалар? Мхм. Аха, оқи ғой. Әлібектің күшігі, Аха. құйрығы